Әке, сіз үйдің ғана емес, жанымыздың да тірек едіңіз. Қай кезде болсын бір ауыз сөзіңізбен дем беріп, өмірдің ауыр сәттерін жеңілдетуші едіңіз. Енді сол сөздер жадымызда жаңғырып тұрады. Ең бастысы адам болыңдар деген аманатыңыз мәңгілік жол нұсқаушысындай. Әкеміз Дарын Жайлыбайұлы өмірдің әр сәтіне еңбекпен, адалдықпен қараған жан еді. 1964 жылдың 3 наурызында Атырау облысы Құрманғазы ауданындағы киелі Құрманғазы ауылында дүниеге келіп, жастайынан өмірдің мәнін еңбектен тапты. Ру Беріш Себек сары бөліміне жататын текті әулеттің ұлы ретінде ол ұлт жандылықты, адалдықты, сабырлықты бойына сіңіріп өсті. Балалық шағы Еділ мен Жайықтың арасындағы кең даламен өрілді. Табиғаттың тынысын сезіп өскен Дарын Жайлыбайұлының бойындағы еңбекқорлық, төзім, өмірге деген құрмет ерте қалыптасты. Кейін осы қасиеттер оның бүкіл өмір жолының өзегіне айналды. Әкесі Жайлыбай мен анасы Күләштан 6 перзент, яғни Ғайни Жамал, Бақтыгерей, Дарын, Гүлмай, Әділ, Әлібек және Айгүл тараған. Бұл 6 бауыр бір-біріне сүйеніш, ата-ананың салған ізін жалғап келе жатқан тату, берекелі ұрпақ болды. Әке-шешенің мейірімі мен тәлімі олардың барлығына өмір бойғы рухани тірек болып қалды. Дарын Жайлыбайұлы бауырлар арасындағы жауапкершілігімен, сабырлы мінезімен ерекшеленді. Әке орны отбасының тұғыры екенін ерте түсінген ол бауырларына әрдайым қамқор, ақылшы бола білді. Ес білгелі Балқұдық ауылының топырағында асырсап өскен Балғын 1970 жылы осы ауылдағы орта мектептің табалдырығын тұңғыш рет аттап, білім мен өмірдің алғашқы сынағымен бетпе-бет келді. Бала Дарынның көзіндегі ұшқын ізденіске, алға ұмтылысқа деген ниеттің айғақ еді. Мектеп қабырғасында ол зеректігімен ұстаздарының да, достарының да ықыласына бөленді. Уақыт өте тағдыр жолы оны жаңа ортаға жетеледі. 1978 жылы Алматы облысы Күрті ауданының Айдарлы орта мектебін 8 сыныптық біліммен тәмамдап, өмірдің келесі белесіне қадам басты. Білімге деген талпынысы оны үлкен қалаға, Алматыға алып келді. 1980 жылы Алматы политехникумына оқуға түсіп, техникалық саланың қыр-сырын үйренуге кірісті. Ол табандылықпен ізденіп, 1986 жылы элеватор, диірмендер және қоймалардың жабдықтары мамандығы бойынша білім алып шығады. Оқумен қатар өмірдің үлкен мектебі одан алдындағы борышын шыңдады. 1982-1984 жылдар аралығында Чита қаласында Забайкалье әскери округінде сарбаздық қызметін абыроймен өтеді. Сол жылдары оның ер мінезін қалыптастырып, тәртіп пен төзімділіктің нағыз мағынасын ұқтырды. Әскерден елге оралған соң әкеміз еңбек майданына ерте араласты. 1984-85 жылдары Батыс Қазақстан магистральдық мұнай құбырларын басқару мекемесінде 2-ші разрядты слесарь жөндеуші болып жұмыс істеді. Сол кезеңде ол еңбек тәртібіне үйреніп, істің қадірін терең ұғынды. Қарапайым жұмысшыдан бастап, үлкен жауапкершілікке дейінгі жолдың барлығын адал еңбекмен жүріп өтті. 1985-1988 жылдары Гурьев нан пісіру комбинатында 4-ші разрядты слесарь ретінде қызмет етіп, өзінің тиянақтылығымен, ұқыптылығымен көзге түсті. Ал 1988-92 жылдары Гурьев энергострой мекемесінде 4-ші разрядты бетоншы болып еңбек етті. Бұл жылдар Дарын Жайлыбайұлының шыңдалу, еңбек адамдарының ортасында өмірдің шынайы мектебін өткерген кезеңі болды. 1993 жылдан бастап өз ісін жолға қойып, бағын сауда-саттық саласында сынап көрді.
2002 жылдан ғұмырының соңына дейін жеке кәсіпкерлікпен айналысып, елге адал қызмет етті. Қай салада жүрсе де, Дарын Жайлыбайұлы еңбектің қадірін біліп, маңайына жылылық пен сенім ұялатқан жан еді. Оның өмірі маңдай термен келген адал еңбектің, төзім мен табандылықтың үлгісі болды. 1986 жылдың 1 қазанда әкеміз Дарын Жайлыбайұлы өмірлік серігі асыл анамыз Аманова Рысты Бекмырза қызымен шаңырақ көтерді. Екеуі бір-біріне сүйеніш болып, ортақ өмірдің қызығы мен қиындығын иық тірестіре бірге өткерді. 1986 жылы тұңғыш ұлы Мәлік дүниеге келіп, әке шешенің қуанышын еселей түсті. 1994 жылы кішкентай Ақтоты өмірге келіп, әке жүрегін тағы бір мәрте елжіретті. Алайда Талғат есімді ұлы өмірден жастай өтті. Бауырымыздың кеткеніне жылдар өтсе де, сол күннің ауырлығы әлі жеңілдеген жоқ. Біз кейде естелік суреттерге қарап, егер тірі болса қазір қандай болар еді деп ойлаймыз. Әр сәт сайын оның бейнесін іздейміз. Өмірдің ең ауыр сабағы жаныңа жақын жанның үнсіз кеткенін қабылдау екен. Уақыт өз арнасымен өтеді. Бұл күнде біз де бір-бір үйдің иелеріміз. Әулетімізде Аллаға шүкір әкеміздің ізін жалғап, Амира, Аманат, Аруназ есімді немерелер өсіп келеді. Ал жиендері Айзере мен Али Мансұр ұрпақ жалғастығының тағы бір алтын көпірі. Осындай ғажап бақытқа толы күндердің бірінде 2022 жылы аяуланамыздан айырылдық. Өмірдегі ең қымбат жаннан мәңгілікке ажырау, көктемі мәңгі үзіліп қалған бақтай, жарығы өшкен шырақтай сезілді. Бұл дегеніңіз адам жүрегіне жазылмас із қалдыратын қиын сынақ. Уақыт емдейді дейді, бірақ ананың орнымен мейірімін ешбір жыл толтыра алмайды. Өмірлік жолдасына деген шексіз сағыныш ма, әлде тағдырдың шешімі ме, әкемізде 2 жылдан соң анамыздың артынан ілесті. Қимастыққа толы сол күнде жүрегімізге тағы бір мәрте сынып, үйдің іші тағыдан үнсіздікке толды. 60-қа жаңа толған шағында, ғұмырының ең әдемі кезеңінде әкеміз бұл жалғаннан мәңгілікке аттанды. Ол өмір бойы бейнеттің дәмін татып, терін төгіп, маңдай термен бар ғұмырын отбасына арнады. Бірақ өкінішке қарай сол бейнеттің зейнетін толық көре алмай кетті. Тірі болса енді ғана дем алып, еңбегінің жемісін көрер еді ғой, деген өкініш өзегімізді өртейді. Әкеміз біз үшін тірегіміз, өміріміздің мәні еді. Енді сол тірек рухқа айналып, алыстан ұрпағын қорғап, қолдап тұрғандай сезіледі. Бақытым сияқтанып айтуы келеді қияқтан. Әкеміздің ғұмыры мағынаға, еңбекке және әділетке құрылған үлкен кітап іспетті. Ол адамдықтың биік үлгісін өз өмірімен дәлелдеді. Талай қиындықты бастан өткерсе де ешқашан мойымады. Әділетсіздікке төзбейтін, шындықтың жолында тайсалмайтын батыл жан еді. Кеңес дәуірінің көреген, халықтың тұрмыс тұрғысынан көзелген 90-шы жылдарында көпшілік тығырыққа тірелген шақта әкеміз қол қусырып отырмады. Ол отбасын асырау үшін сауда-саттыққа бет бұрып, кейін жеке кәсіпкерлігін дамытты. Бар еңбегі адал еді. Бір тиынын да маңдай терінсіз таппайтын. Өз ісіне шын беріліп, адал еңбегін абырой деп білді. Әкеміз тек еңбек қор емес, рухы биік, адамгершілігі мол жан еді. Көршісінің қамын ойлап, ағайынның ауырын жеңілдетуге тырысатын. Жақсылық жасау адамның міндеті емес, жүректің қасиеті дейтін. Ол біреуге ренжісе де, кек сақтамайтын, кешірімшіл болатын. Әкем үшін байлық дүние емес, адамдық пен абырой болатын. Ол бізге адал еңбектен таймаңдар, адамдықтарыңнан айырылмаңдар, сонда ғана өмірлерің мағыналы болады деп отыратын.
сол сөздері бүгінде біз үшін өмірлік бағдарға айналды. Ол ұрпағына тәрбие беріп қана қоймай, мінездің бекемдігін, рухтың тазалығын үйретті. Әкем сондай-ақ балажан еді. Немерелерін көргенде жүзі бал-бұл жанып, әкелік мейірім ерекше артып кететін. Бірақ сонымен қатар тәртіп пен талаптан ешқашан бас тартпайтын. Жұмсақтық әлсіздік емес, бірақ тәртіпсіз мейірім зиян дейтін. Біз үшін әкеміз өмірдің ұстасы. Оның жарық бейнесі жүрегімізде мәңгі сақталады. Жаныңыз жанаттың төрінде шалқығай асыл әке.